Ақпараттық тур Сайрам қаласына келді. Дәл қазір біз Қарашаш ана кесенесінің алдында тұрмыз. Бұл кесене 13-ші ғасырда салынған. Қарашаш ана ұлы бабамыз Қожа Ахмет Яссауидің анасы. Сонымен қатар Қожа Ахмет Яссауидің әкесі де дәл осы қалада Ибрахим атамыздың да кесенесі іргелес орында жерленген. Бұл кесене 19-ші ғасырда реставрациялық жұмыстан өткен. Алып анадан туып, күллі түркі жұртының рухани ұстазы Қожа Ахмет Яссауиді білмейтін жұрт кем-де-кем. Алайда оның анасы мен әкесін бірі білсе, бірі білмейді. Тасын түртсең тарихы ақтарылатын оңтүстік өңірде жүрген соң, Сайрамдағы Ибрахим ата мен Қарашаш ана кесенесіне арнайы келдік. Ибрахим ата Қожа Ахмет Яссауидің әкесі. Сайрамда бүгінгі күнге дейін Ибрахим ата мен оның зайыбы Айшаның мазарын құрмет тұтады. Ибрахим ата туралы кейбір деректерде 4 әділ халифтің 4-шісі Әли Әбу Талибтің ұрпағы болып келетін Ысқақ бабтың 13-ші ұрпағы болған екен. Сондай-ақ Ибрахим ата және оның баласы Қожа Ахмет Яссауи қазақ жерінде исламды таратуда шешуші рөл атқарған. Қарашаш ана туралы да мәлімет өте аз. Алайда Қарашаш ананың шын есімі Айша бибі деген деректерде кездеседі. Ол Сайрамдағы атақты Муса шейхтің қызы болған. Қарашаш ана сол уақыттағы әйелдердің ең білімді, тәрбиелісі болған. Ол адамдарды емдеп, олардың түстерін болжай білген. Атақты Қарашаш ана көп уақытын өз балаларының тәрбиесіне ғана емес, мұқтаж адамдарға қол ұшын созып көмектескен. Осылайша ол ауылына өзінің аналық қасиетімен танымал да сыйлы бола алды. Шымкент халықты дәмді және арзан тағамдарымен де баурап алады. Оңтүстіктің адамдары тамақтың дәмін жақсы біледі. Дәстүрге айналған бешбармақ, бауырсақ, палау фестивальдері тек Шымкентте ғана пайда болады. Қонақ жайлық жағынан да Шымкент алда тұр. Оңтүстіктің адамдары қонақ келгенді жақсы көреді. Қонақты елге мақтанып, жұртқа көрсету үшін емес, жүрекпен күтеді. Және шымкенттіктердің бұл қасиеті бірінші кезекте шетелдіктерді қатты қызықтырған. Сондықтан бұл өңірдің гастрономиялық туризмі әрине жоғары деңгейде болады. 100 рет естігеннен 1 рет көрген артық. Біз келген Бозжыра мейрамханасында неше түрлі ас ұсынылды. Соның ішінде арнайы алыс жақын шетелден келген қонақтар үшін қарын қоржын, кейбір өңірде қарын бүрме деп аталатын ас ұсынылды. Кезінде аңшы шопандарымыз алыс сапарға шыққан кезде дайындаған болады. Және де аға буындарымыз кәде сүт немесе қоржын ретінде алыстағы туысқандарына берген болады. Және де бұл ішінде шоқының қартасына қойдың еті мен көкөністер салынып, өз шығында оқытып пісіріледі. Ақпараттық турдың 3-ші күні біз бүгін Ақсу-Жабағылы табиғи мемлекеттік қорығына келдік. Мұнда табиғатта ерекше қорғалатын флора мен фауна туралы толық ақпараттар жазылған. Яғни табиғи мемлекеттік қорықтағы түрлі аңдар мен жәндіктер және де өсімдіктердің толық ақпараттары сақталған. Қорық келушілеріне арнайы көлік тұрағы мен асханасы бар қонақ үй қызмет көрсетеді. Сонымен қатар автокөлікпен саяхаттауды жоспарлаған болсаңыз, арнайы жол талғамайтын көліктер де сақадай сай тізіліп тұр. Біз де қорықта жол талғамайтын көліктермен жүріп, көрікті табиғатқа келдік. Ауылдарда, облыста, жалпы қалаларда біздер тек қана туроператорлар емес, ауыл тұрғындарын осы туризмге келген қонақтарға қызмет көрсету қандай болу керек, сол нәрселерді өте қатты дамыту керек деп ойлаймын. Этно ауылдарды, ауыл шаруашылық қожалықтарын соған кірістіру керек деп ойлаймын. Ол өте мына Европа мен Америкада жақсы дамыған нәрсе. Фермаларға тоже турлар жасауға болады мысалға. Және де банағыдай гостиница емес палаточный, городоктар, кемпингтар,
таза ауада өткізетін турлар шетел азаматтарына, Европа, американдықтарға оларға өте қызық. Негізі былай біздер комфортқа кішкене бет алып жатсақ, олар комфортқа әбден шаршап, олар кішкене жабайы туризмді жақсы көреді. Біздер күйзей құрып, өзіміздің банағы этникалық салт дәстүрімізді жандандырып, сол негізі гостиница салғанша, мен ойлаймын да, көбірек күйзейге мән беру керек, күйзейден кемпингтер жасау керек. Ақсу-Жабағылы Қазақстанның ең көне қорығы. Сонымен қатар Орталық Азиядағы ЮНЕСКО-ның биосфера қорығы дәрежесін алған ең алғашқы қорық. Қорықтың құрылғанына да 95 жылдан асты. Таулы аумақты, биіктігі теңіз деңгейінен 1000 метрден 4280 метр аралығында орналасқан. Негізгі биік аймақтары өзінің таңғаларлық бейнелерімен жартылай шөлейттер, ылғалды жазықтармен алмасып, аршалы ормандарынан өтеді. Ақсу-Жабағылы сирек кездесетін тек осы аймақтарға ғана тән өсімдіктер мен жануарлардың отаны. Бұл жерде арқар, тау ешкі, марал, елік, сілеусін, қар барысы, қасқыр, түлкі, аюлар бар. Батыс Тянь-Шань бөктерінде орналасқан Ақсу-Жабағылы қорығы түрлі табиғи аймақтар мен алуан жер бедері үйлесім тапқан аса көркем орын. Қар құрсауындағы асқар шыңдар, биік таулы гүлдермен көмкерілген алқаптар ешкімді бейжай қалдырмас көріністерге себепкер болады. Қорықта жануарлар мен өсімдіктердің көптеген түрі тіршілік етіп, өніп өсуде. Олардың қатарында осы аймақта ғана мекен еткен эндемик түрлер де жетерлік. Менің адым Орхун, Түркияның Истанбул қаласында туып өскен қазақ баласымын. Осы жерге келдік енді Шымкент әкімдігіне шақыру үшін өте алғыстаймын енді. Осы жерде әдемі бір программа жасаттылар. Біз білмей қалдық, осындай еліміз бар екен деп. Шымкенттің осындай жерлері бар. Осы күн біз Ақсудамыз. Ақсу Вадиге каньонға келгенде осы көрдік қой, енді үлкен бір национал парк жасап, осы жерді қорғап, бер жеріне күшті бір doğal bir tabiatты o жерді қорғаптар. Онымен бірге осындай жерлерде біз енді келдік, суреткер тартылдық, видеолар алдық. Осылар бәріне кеткен жерлерімізге айтамыз, осы журналдарымызға жазамыз, телевизияларға шығарамыз. Шымкентке барған кез келген адам әртүрлі әсер алып қайтады. Десе де көпшілігі қала туралы оң пікірде деп ойлайды. Шымкентті және оның тұрғындарын ұнату, ұнатпау әркімнің өз еркінде. Бірақ бұл қалаға немқұрайлы қарау мүмкін емес. Мероприятие прошло на ура, то есть за 3 дня нам удалось познакомить наших гостей со всеми значимыми культурными достопримечательностями нашего города Шымкента. Нашим гостям очень понравилось, очень много вопросов нам задавали, многие для себя сделали много открытий. Теперь самая главная, основная цель проведения этой инфотура, мы ждем обратной ответной реакции для того, чтобы турпоток в наш солнечный город Шымкент увеличился. И гости сейчас будут у себя освещать наш город Шымкент, все наши культурно-исторические достопримечательности будут показывать. Тем самым будем популяризировать наш родной край. Гостями этого инфотура у нас были журналисты, блогеры, представители туркомпаний, представители туроператоров. То есть у нас гости были с Грузии, с Таджикистана, с Узбекистана, с Турции. То есть статус этого информационного тура, он был международным. Поэтому мы очень ответственно к этому подходили. И, я думаю, провели на должном уровне. Шымкент қаласы қазақ қоғамының сарқытын сақтаған, асыл қасиеті дарыған ерекше аймақтың бірі. Қазіргі таңда туристік әлеуеті дамып, елдің өңірлік экономикасына айрықша үлесін қосып келеді. Смотрите телеканал Туран ТВ, где мы, там победа.